Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы қожа мектепте. Өткен сабақта қайталаған жаңа сөздерді бір еске түсіріп алайық. Желбіреген, мойнымда желбіреген қызыл галстук, бауырмал, сырланған, мұнтаздай, сенім, бетпе-бет, атып түрегелу, шайып жіберу. Жазылым тапсырмасы 7-ші тапсырма 47-ші бет. Мәтінді пайдаланып, сөздерден сөйлем құрап жаз. Мысалы, мойныма желбіреген қызыл галстук тақтым. Бауырмал, сырланған, мұнтаздай, сенім, бетпе-бет, атып түрегелу, шайып жіберу сөздерін мәтіннен тауып, мәтінді пайдаланып сөздерден сөйлем құрап жазыңдар. Жазылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. Бірінші, екінші сөзбен, үшінші, төртінші сөзбен, бесінші сөзбен, алтыншы сөзбен, жетінші сөзбен сөйлемдер құрастырып жазады. Әр дұрыс құралған сөйлемге бір балдан берілетін болады. Барлығы 7 балл. Орфографиялық жазу сауаттылығын сақтайды 3 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.